Армысыздар, қадірлі көрермендер. Сіздермен әрине Хит ТV телеарнасы, отбасы құпиясы бағдарламасының жүргізушісі, журналист Меруерт Айтенова. Бүгін біз өте күрделі әрі қызықты, әркімдерді толғандыратын бір сұрақты талқылайтын боламыз. Ол сұрақ: адам өзін өзгерте алады ма? Бұл сұрағымызға тұшымды жауап беретін білікті психологымыз Ермек Нұрымов және қоғам қайраткері Гаухартас Балтыбекова ханым. Соныменен психологтан бұрын қоғам белсендісінің ойын біліп алсам деймін. Қалай ойлайсыз, Гаухартас ханым? Жалпы адам өзін немесе бір адам екінші адамды өзгерте ала ма? Мәселен, әйелі күйеуін, күйеу әйелін. Жоқ, мен мүлде осы Ермек мырза келіп отыр ғой, психолог. Мен өзім осындай бір сұхбат өзім көп аңсап күткенмін негізі. Бір осы бетпе-бет армандар орындалады. Сөйлесейікші осы бір. Ермек қанша мырза секілді психологпен кездесуді ма? Иә, осындай тақырыпта, осындай ер азаматпен, осындай кәсіп қылып жүрген психологияның маманымын депші. Мен адам өзін өзі өзгертеді, я болмаса оны бір психолог бар өзгертеді дегенге сенбеймін. Мен өзімнің қазақтың, кәдімгі бізде қазақ, о баста қазақ болғанда бізде бәрін сөз, психология грек тілінен аударғанда сөз, жан, иә, біз аудара бергенде мағына сондай береді ғой. Бізде сөзбен ғана өлтіріп тастаған ғой, атаң қазақ болды бәрін. Етпен біткен сүйекпен кетеді ол. Болды. Ол сен кәсібін қайтеміз? Жоқ, сен миллион қолдар. Міне, соған мен осы кісіге, осындай кісілерге айтайын деп жатқанда, бұл кісілер не істейді? Бізде кері қарап, психология, мысалы мен психологияға барып, мысалы мен енемен, я болмаса анаммен сөзге келіп бір психологқа бардым. Айтпайсыз. Бардым. Бізде осындай болып жатыр деп. Сонда ол мен әдейі өзіміз эксперимент үшін, сонда ол кісінің берген несі маған былай: екеуіңіз екі заманның адамысыз дейді. Біздің арамызды алшақтатып тұр, көрдіңіз ба? Анаға, енеге деген секілді араға суытпа әңгіме жүріп тұр. Ал бізде оны қазақ не істеген? Жаңағы басынса не ішінде, қолын сынса жаңағы жең ішінде деп қане бүйтіп жауап, сөзбен қане бізде болды, бірақ ауыз сөзбен бардың етіп қойған. Ал бұл кісілерге барсаң не істейді? Екеуің екі заманның адамсыңдар, сіз былай кетіп қалыңыз, сіз былай кетіп қалыңыз, сіз тыңдамаңыз деген секілді әртүрлі немен айтады. Меніңше сіз қандай психологқа барғаныңызды білмеймін. Енді кәсіби психолог болса, енді дәл енді сіз былай кетіңіз деген әңгіме айтпау мүмкін. Енді сөзіңіздің басыңызда сіз жаңағы біздің атам қазақ енді тебереді дегеніңіз дұрыс шығар. Енді бірақ атам қазақ қазір қазақпыз ғой дейсіз. Иә, кезіндегі біз сол жоңғар шапқыншылығы дейік, болмаса Абылай ханның заманы дейік, болмаса жаңағы кеңес өкіметінің заманымен біз өмір сүрмейміз ғой. Енді адам өзгереді, қоғам өзгереді, соған қоғамға байланысты адамның психологиясы да, санасы да өзгереді. Соған байланысты адамда сол өмірге икемделіп келу керек. Енді біз отырып алып, баяғыда мен бүйткен едім, баяғыда сөйткен едім деген әңгіме, ол дәл қазір ол жүрмейді деп айтып келеді. Өйткені ол баяғының заманы, ол өтіп кеткен заман. Қазіргі заман, ол басқа заман. Енді қазіргі кезде балалардың өзінде альфа заманы, бета заманы, Y заманы деген сияқты замандар ауысып отырды. Сол сияқты балалар да дамып келеді. Қазіргі 2000 жылғы балалардың өзі де бұрынғы балалармен... Жоқ, заманның озығы бар да тозығы жоқ қой. Заман ол бір орында тұрған жоқ. Ол әрине дамып жатыр, нетіп жатыр. Біз сол мына батыстың тізесі шығып кеткен дүниені сіздер әкеп, мына біздің жастарды керісінше басқа бағытқа қарай алып кетіп баратсыздар. Бізде мына үлкенді сыйлау, сөзін құрметтеу, біз одан қалып баратырық. Мектепте психолог деген болмаған бұрын. Қазір бір екі тентек төбелессе не дейді? Мынау кішкентай кезінде осындай, мынау басында дұрыс емес, мынау кішкентай кезінде толыққанды отбасынан шыққан, байқұстың ойы ашып келген дейді. Мынау содан кейін қатыгез болған, дейді ана ұрған баланы не істейміз біз? Кері немен көрсетіп, одан сайын жексұрын қылып біз басып тастаймыз. Мен мысалы өзім мектепте өстім, біздің бір мектепте әр класста бір тентек болатын. Сол бір тентектен біз ана жерден өту үшін қаншамыз қол ұстасып өтетінбіз. Сол тентек қазір елдің алдында. Қыздың да тентектері болатын еді, сіз қыздың тентегі болдыңыз. Мен қыздың да тентегі болдым. Олмен де қызбен де төбелестім. Соның ұшқыны бар ғой. Сонда мысалы ол толыққанды толық сүйімден шыққан бала. Ол деген ішкен алдында, ішпеген артында болған бала болған ол. Сонда ол нағымындай бұзық. Ал сол жерде психологсыз-ақ сол жігіт қазір кәдімгідей жігіт жаңағы бір бұзық балаларды жерге одан сайын мысалы мен қарсы нем бір кішкентай бір болмайтын түймедей затты біз не істейміз? Біз барамыз да тек қана не болды, психолог керек.
не болды отбасы психолог керек, не сұмдық, мен осыған таң қаламын да. Енді әке шеше сөйлесе алмай жатыр ғой, енді айтыңызшы. Иә, ондай ол әке шешенің уақыты жоқ қой. Әрине, дұрыс айтасыз, дұрыс айтасыз. Қазір енді қоғамның өзінде қарап отырсаңыз, енді баяғы кезде тағы да айтып отырсыз ғой, баяғы кезде ұялы телефон деген нәрсе болған жоқ. Басқа да бір жаңағы қазіргі гаджеттік өмір, цифровизация өмір деген болған жоқ. Ол кезде бала шыққаннан кейін жаңағы малмен айналысады, болмаса басқа да бір спортпен айналысады, басқа да бір далаға шыққаннан кейін түрлі нәрсемен айналысады. Ал енді қазір ондай нәрсе жоқ. Оның орнын бәрін телефон, болмаса басқа да бір гаджеттік орын басқаннан кейін адамның санасы да өзгеріп отыр. Санасы өзгергеннен кейін оның бала емес, оның әке-шешесінің де санасы өзгеріп отыр. Өйткені қарап отырсаңыз, әке-шесінің өзі тек қана балаға материалдық жағына жасаймыз деп отырады да, ал енді рухани байлықты, психологиялық байлықты берген кезде ақсап жатқанның салдарынан мектептердегі проблемалар туындап жатады. Соның салдарынан қазір жеке менің өзімнің практикамда кездескен кейбір ата-аналардың өзі біз білмейміз баламызды қалай тәрбиелеу керек деген сияқты осындай сияқты. Енді сауатсыз деп айтпай ақ қояйық енді. Жоқ, бала тәрбиесіне келгенде сауатсыз ғой. Кішкене кемшін тұстары бар, осы нәрсе. Енді ол психологтың осы жерде көмегі керек болмаса, онда не үшін онда ата-ана? Сіздер рухани байлық бере аласыз деп айта алмаймын мен сіздерді толыққанды. Рухани байлық бере алмайсыз. Рухани байлықты ата-ана берсе. Сіздер өзі әрең өз ана жарайды тәрбие көрмеді дедік, отбасында сондай әке-шешесінің уақыты жоқ дедік. Өзі бүйтіп қалтырап тұр деп қыл үстінде тұрған адамды сіздер одан сайын ары қарай керісінше былай жолдан тайдырып жібереді. Өзі қаңғалақтап жүрген бала. Иә, жолдан тайдырып жібереді бұл кісілер. Мен сол жағына қарсымын да, мен сол жағына қарсы болып отырмын. Мен жалпы сіздер рухани байлық сіздер бере алмайсыздар. Рухани байлық ешкімге бере алмайды. Рухани байлық ақша төлеп барады ғой. Білім деп отырсыздар аға, сіздер мысалы сіздердікі білім шығар, ғылым шығар, иә. Өз мына психолог болсын, коуч деген шығып жатыр, Құдай сақтасын, сексопатолог деген шығып жатыр, екі бұттың ортасын жаңағы әңгіме қылатын, иә. Оның бәрі өздерінде білім. Олар ақшаны қырып жатыр ғой. Қырып жатыр. Қараңызшы. Сіз қанша аласыз? Айтыңызшы. Табысыңыз, бір айлық табысыңыз. Или бір күндік табысыңыз. Бір күндік емес, жалпы бір сағаттық десек. Бір сағаттық дейінші. 10 мың. Сексопатолог 40 мың алады. Енді онда сұраныс бар деген сөз. Сұраныс бар. Сұраныс бар болса сұранысқа қарай. Сұранысты сіздер өздеріңізге жарнаманы қатты жасап, сіздер өздеріңіз көбейтесіздер. TikTokта отырып аласыздар. Бүйтіп мысалы отырып апаға маған кел, сіздің неңіз нет қатты, жалғыз нет қатты, сіз бүгін жолдасыңызбен дұрыс жатпадыңыз, мен сұмдық, енді соны көріп жүрген адамдар. Жоқ, осындай адамдарға біз кішкене бір не қою болмайды біз деген мына кейінгі өсіп келе жатқан келешек ұрпаққа біз кері әсерімізді беріп жатырмыз. Сіз оның орнына отырып басқаша бір дүние айтсаңыз, рухани байлық деп жатсыз ғой. Оны айту ғой, бірақ Гауһартасқа. Соны тыңдата білуіміз керек қой, бізге осындайларға кішкене шектеу қою керекпіз ғой. Екінің бірі психолог, екінің бірі коуч. Сен маған келе қал, астыма тіркеле қал, бәле теңгең болса болды, сен байып кетесің, үсті-үстіне ақша жауып жатыр деген. Ол ауырдың үстімен жеңілдің астымен жүріп шыққандай ақшаның тапқан күнде де берекесі болмайды. Қателесесіз деп айтамын, бұл адам соның арқасында өзінің күнін көріп, өзінің жолын тауып жатыр деп айтып келеді. Енді қазір жоқ, кім тауып жатыр? Оны тауып жатқан психолог тауып жатыр ғой. Жоқ, психологтар амалдап ақша тауып жатыр. Бірақ ана адамдарға ол амал болып жатыр ма? Әрине амал болып жатыр. Адамдарға пайда болып жатқан адамдарға өзінің жемісін көргеннен кейін барып жатыр. Ал жемісін көрмесе не үшін адам? Жоқ, заман түлкі сізде тазы болып шауып жатырсыз да, әйтеуір барсам 1-2 сағат сөйлессем болды, бір ақшаны алсам. Адам жан дүниесін енді сол психологқа мұң шегін тарқатпағанда енді кімге тарқатады? Оны бір подружкасына ма, жоқ әлде басқа бір таныс адамдар ма? Олар оны ары қарай өсектеп болып басқа әңгімеге кетеді, ол бұрмаланып қайтадан өзіне терапия жаным, бұрыннан келе жатқан екі қатын отырса, бір қатынның соры дейді. Оны да қазақ айтып кеткен мысалшы. Ол деген терапия әйелге берілетін. Ол қазір бір титтей болмайтын сөзді сөз көтермеймін деп жүрген қазір еріккен современный қатын дейміз ба? Заманауи қатындардың еріккен тірлігі ғой. Өсекті отырып алып тұрып, қазір ана не істейді, Инстаграмға жүрген жерін салады, ішкен жерін салады, содан кейін әрине олардың құрбысыздықтарда Инстаграм бар деп ойлаймын мен. Қалай ойлайсыз? Бар деп ойлаймын. Бәрінде бар. Анау анда жүр екен деп байының жаңағы несін жейді, миын жейді. Анау анда қалып қапты, анау ананы киіп қойыпты, біз нағып бармасқа миын жейді. Міне сол бізде содан кейін не істейді, отбасы ошақ қасында бізде ұрыс керіс кетеді, тәрбие жайына қалады, бала-шаға жайына қалады, ол ақша алу керек, елден қалмай кредит алу керек, ол ана Есентайдан барып киіну керек, ол бәлен тубри алу керек. Міне сіздерге психологтарға барып жүрген адам. Мен психологтың миын жеген жақсы дейді. Психолог жандар, сен жердікі миыңды жегізіп қой, өзіңе ми керек. Басқа бір психологтарға миды жегіземіз мысалы. Ол психолог ана бекер айтмайды, ол психологтың өзіне психолог керек дейді. Ол негізі дұрыс әңгіме. Адам өзін жаңағы басқа адамдар тыңдап, одан кейін қандай да бір шешім шығаруға қиындық туғызған кезде, осыған өзінің тағы басқа психологқа барып, осы өзінің болған жаңағы келеңсіз шешілмей жатқан дүниелер болса, осыған айту арқылы
өзінің жан дүниесін емдейді. Ал енді психолог болу үшін адам бірінші өзінің жан дүниесін емдеу керек. Одан кейін барып елге хош делік жарайды. Алдыңа барды, адамдар нетті, біздің қазір жалпы тақырыптан ауытқымайықшы. Адамды адам өзгерте ала ма деп жарайды. Неше адамды өзгерттіңіз? Қанша адам алдыға келсе, ол адамның өзгеруге талпынысы бар адам деп қабылдаймын. Нешеуін өзгерттіңіз? Ойпырмай, мен мына жолмен кетіп барады, тайып бара жатыр едім, сіз мені түзу жолға салып бердіңіз. Өзіңіздің психолог тәжірибеңіз неше жылдық? 10 жылдық тәжірибе деп айтым келеді. Оның біраз жылы мектеп қабырғасындағы көбінесе оқушылармен жұмыс істедім. Оқушылардың көбінесе осы уақытқа дейін бір теріс болды, мен бір тек теріс жолға түсіп кеттім деген бір осы 10 жылда келген оқушыны көрмеппін. Ол бір. Екінші, 10 жылдан бері қазір өзім жеке адам қабылдаумен айналысып жатырмын. Енді сол жеке қабылдау адамдарда сіз маған теріс бағыттар бердіңіз, сіздің кесіріңізде мен осындай нәрсеге душар болдым деген бір теріс пиғылды немесе теріс отзывты ондай адамдар әлі күнге дейін кездескен жоқ. Мен ойлаймын, онда адамға қандай да бір пайдасы тиіп жатыр. Мен мысалы бүгін келе жаттым дерек, мен бүгін таңертең ерте келе жаттым дерек, бір таксиге міндім, таксимен ұрысып қалдым. Долданып сізге келдім, сіз маған не деп ақыл кеңес бересіз? Мен мысалы сізге келдім дерек, мен өз-өзіме сыймай отырмын. Психологқа келдім, мен емдемені деп келесіз ғой, енді ақшасын төлейсіз. Иә, мен психологқа келдім, аха, мен дірілдеп қалтырап анау мені сөйтті бүйтті деймін. Қандай кеңес берген болар еді? Енді сіздің не үшін сіз жаңағы таксистпен не үшін ұрыстыңыз? Қандай себеп салдары болды деген сияқты. Осы себеп салдардың түбін зерттеу керек. Мүмкін сол таксист қуамыз десеңізші. Таксистке дейін отырасың ғой, бір сағат не істейсің? Жоқ, шұқиды ғой енді бұлар, шұқиды ғой енді, ол неден шықты да, ол анализдеу, ол ары қарай түбіне жатыр. Мүмкін сіздің отбасыңызда бір қандай да бір мәселе болып, соның салдарын сіз сол таксиден алдыңыз ба деген мүмкіндік туады. Міне қатын өсек деген осыдан қалады ғой. Бұрынғы қазақтардың отбасы осы қасында 4-5 қатын отырып алып, абысын әңгіме қылып, анана үлкен енесі келе жатса, болды аузынша кейін әңгіме қылып. Сіздің инстаграмда бір-бірі болған ғой. Вот міне живай, міне соны бұл кісілер ана психологияға, коучтыққа, сексапатологияға ауыстырып алған ғой. Бұрын жеңгетайлар болған сексапатологтың орнына, қайынларына, нелеріне айтып отыр. Көрдіңіз ба? Біз соның бәрін, ол батыс не істеді, біздікінің бәрін әбден зерттеп, бізден қалған содан бізесін шығарды, олар бізден әдем керемет дүниені алды, ал енді бәр мынаумен сен улан деді, болды, басқа түк те жоқ. Адамды адам ешкім өзгерте алмайды, өйткені етпен біткен, ол сүйекпен. Бұрынғы деп айтасыз, бұрынғы абысын. Қазір бұрынғы абысын деген нәрсе жоқ қой қазіргі. Тақтай мұз емес, ол тақтайға өшпес тасқа жазылып кеткен сөздер ғой. Жоқ, бұрынғы абысын жоқ дегенде қараңызшы. Бәрібір де соны бәрібір ғой. Бұрынғы абысын жоқ, ол қазір ол бұрынғы абысын айтады, ол абысын басқа біреуге айтады деген сияқты, ол өсек бір айналып өзіне теріс жаман бір нәрсемен келеді ғой. Енді бір-бірін жамандау, өсектеу деген сияқты. Инстаграмда мен басқадан бағана бері не айтып отыр? Бәрібір де абысын көр алмаушылық айналып баратыр бізде. Көрдіңіз ба? Бақталастық айналып баратыр осының арасында. Бұрынғыдай өсек жоқ. Дүние самай ма, ол анда қыдырып жүрген. Сонда бұрынғы өсектер сіз таза өсек дейсіз ғой, жанға тимейтін. Әрине жанға тимейтін ем өсектер ғой. Ол да терапия ғой. Ал қазіргі өсектер? Қазіргі өсектеріңіздің бәрі міне ғой, Инстаграмда. Сіздің қазіргі абысынмен де мысалы өсектеріңіз. Бізде өсек дейміз, біз бұрынғыдан қалып қалған мүмкін нелер шығамыз, біз керісінше Инстаграм неге салмаймыз, мен жоқпын. Қай жерден іздесең де сен мен әлеуметтік желіден таппайсың. Гауһар тас деп 1000 жерден таспен жасам. Өйткені мен өз-өзіме тосқауыл қоя білдім. Өйткені бұл құпиясы бар ғой. Кімде жасырды? Әлеуметтік желі маған ол жақсылық жағын бермейді. Диагноз қойып отыр, құпия адам деп. Сіз жақсылық жағын көре білуіңіз керек, әр нәрсе. Мен көре білемін, өйткені мен мысалы кірем, Омар Жәлелдің қай жерде жүргенін, абайтанушы, жаныма сондай қонымда. Соны көремін, өзіме керектігіне. Мен енді боқтан өзгені көріп не қылам? Ол нетіп алып, өзімді салып не қылам? Біреудің жүргенін қарап не қылам? Қызық емес пе? Мен өзім әлем. Сол адамдар өздеріне көп ақпарат беріп жатқан жоқ па? Қайда жүр, кіммен отыр, кіммен не? Соны айтып тұрмын ғой. Қайдан, міне түкке, бір жетістікке жеткендей салады да. Бір жетістікке жетіп, бір әуен алмап, жерді жалмап, бір ғылым, білім алып келіп, содан кейін соны бөлісіп отырса, мен нетпес едім, мен сөзім жоқ. Қарсы шығып отқан жоқсыз ба? Жоқ, мен сөзім жоқ. Бір нәрсеге жетістіктен салады дейсіз. Енді Омар Жәлелді көрген. Жетістігі ғой, жетістік. Вот сондай адамдар салсын. Сондай жетістіктері жететін адамға не салсын. Мойындайтын адамдарды ғана мойындаймын деп отыр ғой бұл.
мысалы қараймын. Біз ешкімге қарсы тұра алмаймыз ғой, ешкімге қарсы сен салма деп айта алмаймыз. Мысалы қазір сіз қандай не қарсаңызда бала да салып жатыр тиктокқа билеп, кемпір де жүр билеп, шал да жүр билеп, иә. Ол өмірдің несі ғой, ол өмірдің қуанышы, ол өмірдің бақыты, өмір бір уақытқа. Ол қанша айтпесеңіз де міне болмайтын дүние осы жерден болмайтын. Жоқ, меніңше сіз өзіңізде бір қандай да бір кішкене жоқ, менде психологиялық ешқандай отклонение жоқ, мен сау адам деп жүрмін. Отклонение де емес, жалпы бір қандай да бір нәрсе орын алмағаннан кейін біреудің жаңағы жеткен жетістігіне бір қандай да бір жаңағыдай қорқынышпен немесе бір күмәнмен бір сондай ашумен қарайтын. Жоқ, маған біреудің киген көйлегі мысалы ана барып яхтада демалып жүргені, оның бәрі маған жетістік емес те, мен оны көре алмаушылық қаймын. Шалдардың жаңағы билеу дедіңіз, кемпірлердің ол да ят дүние ғой. Ата сақалға тиіп жатыр дейді. Ата сақалы аузына шалдар денсаулығы бар ғой. Ата сақалы аузына келіп бата беріп орнын біліп отырудың орнына отырғысы келмейтін шалдар көп. Билерін шашып билеген, билесін, бірақ оны түсірді ма туыс нелері салмасын әлеуметтік желіге, өйткені 18 миллион халық көріп отыр. Немереге, кішкентай балаларға кішкене тәрбие, міне біздің неден бастайды? Шынында да менде тәрбиелік. Тойларға барғанда ерсі билеп, жас қыз келіншектермен тым бір оспадар қылықтар. Енді ол бес саусақ бірдей емес қой. Ішінде сондай адам болу керек. Ол болу керек ол нәрсе. Иә, әрине, онсыз өмір бола ма? Біреу сондай болады, біреу басқаша өзінің тәрбиелік мәнімен салады. Бірақ бізде бір нәрсе бүлініп кетсе біреу ғана емес қой, бәр нәрсе миллиондап кетеді ғой. Етек алып бара жатыр да, бір-екі ғана жағдай емес бұл. Біздікітегі жиілеп бара жатыр. Содан кейін соны ілестіріп алып, даптардай жігіттер жаңа өздерінің нелерін ашып алады да, Гугуша деген біреу шықты ғой, оны мен де білмейді екен, ана нелерін нетіп соған ұқсап бір биді билеп жүр, мынау не десем, жаңа жүгіріп әкеп көрсетеді да. Мен де қасымдағы балалардан қараймын, ана өзім не етпеймін, міне мынау дейді, соған еліктеп екі-үш еркек билеп жүр ғой. Қатынға еліктеп. Сол бір керемет болып тепсе темір жүретін еркек, ана бір миы ашып кеткен қатынның биін қайталап, сол секілді қасын бояп. Жалпы адамдар өзін өзгертемін деп бар ғой. Рухани жағынан өзгеріп жатамын деп ойлайды да. Өзгертемін. 5 жап-жас жігітті қарасаң, соның 3-еуі әнші болсам, қоғамда бүйтіп гүл болып жүрсем, бір керемет бір фэшн өмір сүрсем деп сөйтіп армандайды. Басын ауыртпаса, бірден кере жаса, жаңағы бел ауыртпаса. Техника ойлап табайын, болмайды. Бір ғылыммен айналысайын, бір жаңалық ойлап табайын, нанотехнологияны ойлайын деген жастар көрмейді. Біз енді адамның барлығына үйтіп бақыт бере алмаймыз ғой. Сен техниканы ойлап сен жаңағыдан бір қандай да бір наукадан бір үлкен жетістікке жет деген сияқты. Енді адамдар психология тілде өзі интроверт, экстраверт деген сияқты бөлінеді. Біреу сондай интроверт адам болады, біреу экстраверт, мысалы біреу жарқын жүзді, жаңа айтып отырсыздар ғой, біреу ойнап күлгенді жақсы көреді. Енді ол өзінің табиғаты сондай адам, біз оған қарсы шыға алмаймыз. Ол бірақ өзінің амалын тауып осындай нәрсемен жүр. Ал енді кейбіреу іштей жүреді, бірақ өзінің іштей қандай да бір өзінің ойлап тапқан заттары бар деген сияқты. Сондайларды қазақ елемеген да, бірден айтқан ғой. Топ-топқа бөлесең ғой, қазір мысалы психология терминде сіздер маған да дізіп беретін шығарсыздар. Мынау санасыз, мынау надан, мынау мәдениетті деп бөле салған ғой бізге. Бір ауыз сөзбенші. Өйтіп ана нобайынан көрініп тұр деп айтасың ғой. Иә, бір көреді да әке балаға сыншы дейді. Әкеден артық сыншы, әкеден артық психолог бізде болмаған. Әке баласын о баста ана жатқан ана ат болатын құлынды дейді, желісінен танисың, ұры болатын ұлыңды түн қатқанда танисың. Жақсы болар ұлыңды жолдасынан танисың, кете берген ғой бұл. Енді жаңағы сондай бөліп отырсыз. Сөйтіп бөле салған да, ол қазір біздікте ол соның ішінен алып алып, қазір сіз басқа бір терминмен әдемі айтып қояды да. Санасыз адам деген. Санасыз адам аты санасыз ол. Надан адамның аты надан, иә, мәдениетті адам мәдениетті. Санасыз адамға да жол көрсететін адам керек қой. Санасыз деп оны бір өмірден шеттетіп, оны қоғамнан алыстату біз. Жоқ, мен алыстатыңыз деп жатқан жоқпын. Біз сондайлармен тек күресіп жатырмыз, тек сондай адамдарды өзгерттім деп айтпай қойыңыздар. Сараң адам мен надан адам. Жаңағы әке, ана, әпке, жеңге, тіпті жезде, аға, көке деген нағашы, жиенде солардың бәрін мектебін сіздер буып түйіп жоқ. Қазір барлығы современный, барлығы өзінің әлемін сыртта көрсетеді деп психологтар сіздер көп нәрсені жаулап алып жатсыздар ғой. Енді мен келісемін. Жоқ, негізінде қазір енді отбасы психологиясы деген бар ғой негізінде адамда. Енді мен негізі айтқым келгені үйленер алдында жаңағыда адам өзін өзгерту үшін деген сияқты қандай да бір өзінің қателігі болса, қандай да бір кемшілігі болса, келешекте ажыраспаудың алдын алу үшін деген сияқты, өзгеру үшін деген сияқты болса, міндетті түрде жаңағыдай психологқа барып бір жұмыс істеп жүрсе адамға, ол ертеңгі күні өзінің жемісін береді ол. Енді бұны біз қандай да бір әбестік ретінде көрмеуіміз керек та. Ол қоғам осындай нәрсені сұрап тұр. Біздің қазақтың жігіттері әйелмен қол ұстаса, отбасы психологиясын меңгереді деп мен ойламаймын.
қазіргі жастар біз онда қазіргі кезде статистиканың ең алғы шебінде көрсетіп отырған ажырасудың себептері неде деп ойлайсың? Соның бәрі адам өзін өзгертпегеннің салдарынан деп отыр. Сен өзің позициясында, өзің президентте баяғы қазақ, баяғы қандай деген сияқты, мен баяғыда бүйткен, мен баяғыда сөйткен, болмаса жаңағыдай үйдегі үлкен кісілеріміз баяғыда біз бүйткенбіз, сен де сөйт деген сияқты сондай мағынада принципке қатып тұрып алса, өздерінің қалыбын ары қарай жалғастырып ұстағысы келеді. Қоғамға икемделіп кішкене адам бір бой ұсыну керек деген сияқты болу керек қой. Сол ғана адам бір-бірін түсініп, бір-бірінің жаңағыдай көңілін таба біледі. Ал енді сен мені түсінсең де түсін, түсінбесең де түсін, мен осындай адам болды, мен қатып қалғаным деген сияқты, мен мінезім осы, қабылдасаң қабылда, қабылдамасаң қабылдама деген сияқты. Енді Абай атамыздың өзінде тереңде жатқан психологтың өзі мінезін өзгерте алмаған адам надан адам деп бекер айтылмаған ғой. Онда біз қоғамға сай өзіміздің мінезімізді өзгертуіміз керек деген сияқты. Надан, сараң деп біз баяғыда не деді? Сол сияқты өзгеруіміз керек қой. Біз енді ал енді психолог ретінде айтыңызшы, біздің қоғамымыздың сарыны қай жаққа қарай кетіп бара жатыр? Қандай болсақ біз қоғамға жағамыз, әлде қоғам бізге жағады? Біз енді қоғамға жағуымыз деп біреуге жағу үшін өмір сүрмеуіміз керек қой. Біз адам жеке өзіміздің енді біз қоғам деген үлкен бір мынандай үйдің ішінде өмір сүріп жатырмыз ғой бәріміз. Адамның қалауына бір-біріне жаңағыдай сүйіспеншіліктен кімнің қай жерінен көңілі шықпай жатқан, осы мүмкін мен осы жерден қатем бар шығар десе, қатесін түсіне білген адамға бір-бірімен сол кезде егер сенің көршің бірді ештеңені түсінбейтін бір топас адам болса, онда сол топас қанша мәдениетті, зиялы болып айтып жатсаң да, мысалы екі ортада бір шарбақ қойып жатсың да, сен шарбақты әдемі қылып қойғың келеді, анау әдемілікті қаламайды. Онда бұқа сияқты соны 2-3 жыл сонымен тартысып жүрсің. Бұл жерде қандай зиялылық, қандай рөл ойнасақ біз жақсы боламыз. Бұл жерде жақсы көрініп, психологты жақсы көріну емес, бұл жерде сол адамды сондай ретінде қабылдау керек. Сонда шарбақ қойылмай қала ма? Шарбақты қойыңыз. Қабылдап соның жанында оның қандай ойы бар, өзінің қандай ойы, ортақ ойға деген сияқты. Қабылдау керек адам бірінші. Егер біз соны мысалы біреудің жаңағыдай осындай мінезімен болмаса жаңағыдай қабылдай алмасақ, онда біз тіл тапса алмаймыз, бір-бірін түсіне алмаймыз онда. Түсіндіңіз ба? Жоқ, сен адамды өзгерту керексің ғой, енді ана сараң көршіні өзгерту керексің ғой. Жарайды, бұл кісі сараң көрші егер мені өзгертіп, өзі сондай сұраныс берілсе, мен қандай жолға салсам мынандай адамдардың да несі болады да, мынандай адамдар болады. Сен жақсы бола бересің, сен жақсы болғаныңды әлсіздік деп танып, одан сайын төпелей береді. Сен бір рет жақсы боласың, кешіресің, 2 рет жақсы боласың, кешіресің. Бірақ соны әлсіздік деп танып, одан сайын топас болатын адамдар бар. Баяғыда бір кісі, баяғыда бір үлкен енді ғалым болған ғой, енді ғалым болған кезде соған жылан келіп соған екен. Мені адамдардың бәрі жек көреді деген екен. Сонда жаңағы енді ғалым деген кісі сияқты айтқан, сен онда адамдарды шақпа деген ғой. Адамдарды шақпа деген. Сонда ол адамдарды шақпай жүрсе, жаңағы тура сіз айтқан сияқты сол жыланды бәрі төпелеп, оны тас лақтырып, сонда одан кейін қайтадан ғалымға барып, ғалым ұстаз, сіз адамдар шақпа деп едіңіз, мені адамдардың бәрі төпелеп жатыр, мені бүйтіп жатыр дегенсе, мен саған шақпа деп айттым, бірақ сен өзіңді қорға деп айтқан жоқпын ғой дейді. Сен өзіңді қорғауың керексің ғой дейді. Сен ысылдап, қатеп қорқытуың керексің деген сияқты. Көрдіңіз ба? Осы нәрсені сен жасаған жоқсың, сол себепті сен айттым. Ал мен саған бұл нәрсені де жасама, шақпады деп айтқан жоқпын. Мен саған тек адамдарды шақпа, улама деп қана айттым. Ал енді бірақ өзіңді қорғау ол сенің өзің міндетің деген сияқты. Сондай жұмсақ адам келіп сізден мысалы алдыңызға келсе не деп не берген болатын едіңіз? Мысалы мен жұмсақпын, бәрі маған тисе береді десе, бәрін кешірмей қараймыз, зиялымын. Психолог ретінде не айтатын едіңіз? Енді ол сіздің қай жеріңізден жұмсақ болдыңыз, қалай болдыңыз, ол сіздің әу бастағы бала кезіңізден бастап оны қазбалап, оны зерттеп, оны мүмкін сізді кішкентай кезіңізде әбден басып тастап өсірді ма? Қысқасы, Гауһартас ханым, егер психологтыққа баратын болсаң, бүкіл өмір ата-бабаңнан айттым ғой, бала кезден онан да жұмсақ ағаш құртқа жем, жұмсақ адам жұртқа жем деп қазақ бір-ақ ауыз сөзбен айта салған ғой. Ез болма деген ғой ол сөздің ар жағы, ез болма, тұр. Дәл сол ез болма деген сөзіңізді түсінетін адам бар ма қазір? Сол сөзді міне психологияда неден шығады? Жан, сөз. Сол ез болма деген сөзді сақтап отырып адам. Сіз оның балалық шағына қазып отырсыз. Сол балалық шақтан ол жерден балалық шағында не бар? Өтті болды. Қандай да бір оның қателігін ол жай келіп айтып отыр саған. Мен осылай жан-жақтан кешке дейін не көре берем жаңағы. Ортамнан мені жаңағы нете береді. Жәбірлік көре береді. Жәбірлей береді мен. Не үшін деп кәне келіп отыр? Оны отырғызбап, 1 сағат, конечно, оны жасайсың. Ал кеттік, сен балалық шағында, яғни осындай болған, сен ешкім тыңдамаған, ой, бай, 1-2 сағат. 20 қалтада айтамайды екен ғой. Ананың бәрін білу керек, өмір тарихты білу керек. Сол шықайсың ғой сен енді ананы, сен ақа неттің. Содан кейін жылайсыз. 1 сағаттың аяқ жағында жылайды. Бірақ бар ғой, журналист ретінде айтарым да,
мына кісілердің алдына қарашы, зиялы костюм киген, зиялы сондай әп әдемі жігіт, жыласаң болады. Психотерапевттің қасына барып күлген, ол жаман. Деген сол емес деп шығады ғой ол аха. Ол ана есіктен ары қарай бері қарай шықпайсың. Сондықтан да мына кісілерге жылап алған жақсы деп ойлаймын. Өсек айтпайсыздар ғой. Әрине, адам ештеңе айтпайсыздар ғой шынымен. Жоқ. Өсек айтпайсыздар. Жоқ, өсек деген әңгіме жоқ. Ол психологтың әңгімесі. Жақсы, психолог айтпайсыз ба? Осы жерде дәрігерлердің құлағына алтын сырға. Менің біраз акушер-гинеколог құрбыларым бар. Міне, өзімнің көзіммен көрген, құлағыммен естіген екі-үш информация бар. Осы біздің танымалы, елдің алдында жүрген атақты келіншектердің қандай анализдері бар, қандай диагноздары бар. Сол мәселелерді дастарханның басында айтқаны мен мына өз құлағыммен естіп, өз көзіммен көріп, сол гинекологтардан айналайын ақ сәулем ар жүр деп, жан-жағымдағы адамдардың бәріне ар жүр деп, бармаңдар деп солай ниеттім. Соны мен ұққаным, олар енді Гиппократқа ант берді ғой. Бірақ Гиппократ былай тұрғанда Алланың алдында біреудің күнәсін, біреудің диагнозын, біреудің жағдайын, бұның тұрмысын, соны айту деген енді ол сұмдық нәрсе. Солардан кейін мен психолог дегендерге енді қанша құрбыларым, достарым, жолдастарым бар. Алла тағала солардың алдына барып мені жылатпасыншы. Психотерапевтте достарым бар, олардың алдына мүлдем келтірмесінші деп тілеймін. Достарым болса да. Жаңағы гинеколог деп атса, акушер деп айтса, Гиппократ барып бере тұрып, сөйтіп айтып жатыр. Айтып отыр, танымалы адамдар. Ол енді жай әйелдердің де несін күнделікті көріп жүр ғой. Бірақ танымалы, біздер секілді әйелдердің өмірі өте қызықты да, соны айтқанды жақсы көреді. Содан кейін жаңадан көрші келсе шошисың ғой. Бұрынғы көршілер ана үйренген жау атыспаққа жақсы деп, бұрынғы көршілер простой көзінен біледі, қазір де біледі. Жаңадан көрші келіп қалса, енді сен 3 метр, 5 метр жабуың керек. Өйткені ол сені ана жерден сен енді үйінде жүресің, енді кіріңді жуасың, күйеуіңмен ұрсасың, немереңе айқайлайсың. Соның бәрі естеді, соның бәрін түсіріп жүреді. Сондай менталитетті бізде, сондай деңгей. Енді білмеймін, ол кісілер енді психологты мүлдем түсінбейді. Психологқа бармайды. Сондай адамдарға сен қалай зиялы боласың? Ол сен күйген де жетпейді ғой, зиялы болып. Мен сондай адам едім, қойыңыздар көршілерім, мені фотоға түсірмеңіздер, видеоға түсірмеңіздер, мен туралы өсек айтпаңыздар, мен де пендемін ғой деп айтасың ба? Айтамайсың. Енді бұны жай бір қарапайым мысалмен келтірейік. Мысалға ішіп отқан өзіміздің бокалымыздың өзі сырты кір-кір болса, сіз мысал шермедіңіз. Әрине ішпейсіз. Ішіндегі заты таза болса да, анау күмән. Болса да ішпейсіз. Сол үшін адамның жан дүниесі де, психологиядан жан дүниесі, ол деген ғылым ғой, баяғыдан келе жатқан ғылым енді. Сол адамның жан дүниесі де, оның жаңағы сырт бейнесін бәрін, ішін бәрін жуып, тазалап барып, оның ішіне жақсы су құйса ғана, сонда адамның жаңағы өзгеруіне, өзінің бұл өмірде қандай да бір орны бар екенін біліп, және оның айналасына өзінің сондай нұрын шашып, сондай жақсы бір деңгейде, көңілді деңгейде, позитивті өмірге суреттеп айтып кетемін. Менің әжем бар. Позитив кім ол? Жақсы ойлайтын, көңілді жүретін. Жаман ойлайтын адамдарға қалай өзгертеміз деп жатырмын. Не айтамыз, не істейміз? Қандай әрекет жасасақ олар жақсы болсын? Жаман деп айта алмаймыз адамды. Адамды жаман деп айта алмаймыз. Адам қандай да бір жоққа да шығара алмаймыз ғой, ол адамдар бар ғой. Өзінің ойын жаңағыдай түрлі жаман әрекеттерге. Қараңызшы, сөзіңізге тұздық болсын, өткенде ғана мен бір жиында отырмын. Елдің бәрі мені танып жатыр. Сол жерде отырғанның жасың бар, жасамасың ба, бәрі келіп фото, видео жасап жатыр. Ой, меруерт ханым деп. Маған өте, конечно, ол ұнап жатыр, бәрі жақсы. Мен де елдің қызметін жасап күліп, бір ғана келіншек былай маған қарап отыр. Ана жақтан отыр, мен кіргеннен бүйтіп қарап отыр. Мұғалім адам. Сұмдық, мен ұнатпайтын адам бар екен ғой деп, өзім күліп қойдым. Содан ең соңында ана жиындардың бәрі күшті болды, бәрі әдем болып жатыр. Bir кез ана келіншек келіп тұр. Сәлеметсіз бе? Мен сіздің ауылыңыздағы пәленшенің келінімін дейді. Сұмдық дедім, сен менің бауырым, туғаным емессің ба? Сен менің ойбай-ау, сен менің мынандай білетін адам емессің ба? Сен жүгіріп келіп мен құшағыма кірмейсің ба жаным-ау деп нетіп жатырмын. Көрдіңіз ба? Енді мен ол жерде өзімнің зиялылығымды көрсетіп тұрмын. Дұрыс па? Әрине. Мен өзімнің кішілігімді көрсетіп тұрмын. Құрметімді, ауылының адамы деп.
Сонда сол кісіге не айтасыз? Енді мұғалім оқыған адам, шәкірт тәрбиелеп отыр. Енді ол кісінің ойында не бар екенін мен қазір айта алмаймын ғой. Сол жерде 90 адам болса, 89 адамның ойы жақсы да маған. Бір менің ауылдасым анау. Мынандай кезімден білетін. Сол қарап сынап отыр. Мүмкін ол асықпай сізге кездесудің бір моментін қарап отырған шығар. Былай қарап отырған ба, бүйтіп күлмейді. Сырттан сынап деген сияқты. Сырттан сынап. Қараңызшы бізге. Сондықтан да енді ондай адамдарды біз жоққа шығарамаймыз ғой. Бірақ біз жоққа шығармаймыз, біз оларды жаман деп оларға үкім шығарамаймыз ғой. Сонда біз әрбір сондай адамды өмірімізде кездескен жақсы болса екен деп соған жақсылық жасап, соған қызмет жасап кетуіміз керек па? Не істеуіміз керек? Жоқ, сіз оған қызмет жасап, оған сіз ешқандай ол жерде енді көңіл бөлмей кетсең, одан сайын жаман боласың, е? О, мынау ауылдың адам еді, елдің қызы еді, көңіл бөлмей өзінше болып қалыпты дейді. Міне, мен айтып отырғаным осы ғой, адамды өзгерте алмайсыз. Сіз оны ана жерден ол мұғалім, көрдіңіз ба? Мұғалім бірінші кезекте не болу керек? Психолог болу керек. Ол алдында келген оқушының бәрін зерттеп білу керек. Мысалы, оның өзі көрдіңіз ба? Ол ана жаңағы несінде отбасында. Міне, бәрі отбасынан басталады. Отбасында не көрді ғой? Сонда ұяңдықты көрді, тәрбие көрді, не көрді, шыға алмайды. Әр қайсы бес саусақ бірдей емес қой. Сонда мысалы кейбіреу бар, кейбір байлар бай, жаман жерден шығады, бір дереу кішкене бір мансап бітіп, бір кішкене ақша болған танымай қалатын. Мен өзім көзім неше практикамда көрдім. Бір жүрген адамға бір аяқ асты бақ бітіп еді, атасын танымай қалғандарды көргесің бе? Ауылдың адамы. Ауылдың адамы. Сол кезде менің әжем болатын. Әжем 105-ге келіп қайтыс болды. Ол кісі суырып салма ақын, сондай осындай сөзінің несін, қара сөзінің несін шетіп. Әйегін келтіреді. Сонда мен барып айттым, апамнан кісілер ойбай, Құдай сақтасын, адам танымай кетіпті ғой. Жайын ба деп сөйткен кезде апам айтатын. Асықпа балам. Күн қапса қалыбына дейтін. Бұл әлі қайда, бұл тағы байит, барады. Айланып келіп тегі. Ана қалыптың іші ғой, соған келеді дейтін. Міне, байды, шетел асты, не асты, банкрот болды, не болды, тура сол қалыбына қайтадан келіп отыр. Күн қатса қалыбына деп. Көрдіңіз бе, бізге сонда мен сізге қарсы келіп не болса неткен деп жатқан жоқпын. Қазақтың сөзінің құдіретін айтам да. Сіздер психологсыздар ғой. Сіздер мына сөздің құдіретімен бірінші сөз жұмыс жасау керексіздер да. Сонда сіз Гауһартасқан не адам қанша психологқа барып өзгертемін десе де өзінің негізінен шығып кетпейді дейсіз. Өзгермейді. Күн қатса қалыбына болады. Жаңа ғана өзіңіз айтып отырсыз ғой, енді мұғалім бір психолог болу керек. Іште жан дүниеңізбен бәрі сол психологты мойындап тұрғаныңыз көрініп тұрды. Жоқ, ол мысалы ол психолог болу керек. Неге? Ол алдына келген жаңадан десе аузын ашып, мұрын десе құлағын көрсетпеген нелерге, ол сен өзің қасыңдағы ойнап жүрген баланы да білесің ғой. Мен бағанан бері айтып отырмын ғой, әке балаға сыншы деп. Ұйықтап жатса жалқау екенін білген, дұрыс па? Қасындағы жолдасына келіп ертеңін қандай болатынын білген. Міне, отбасынан басталады. Бізде әр қазақ, әр отбасы өзіне психолог керек емес болған. Біз осыдан алшақтап баратырмыз. Кейбірде мынандай отбасылар болады ғой, әкесі де шешесі де ішімдікке құмар, бала шағасына тәрбие бермеген. Сол үйдің бір баласы бұзақы болады да, бір баласы бір керемет бала болып шығады. Бізде оны айтады ғой, жаманнан жақсы туады дейді, жаманнан жақсы туады. Адам айтса наңғысыз, жақсыдан жаман туады. Немет бір сөз бар ғой, сондай. Сол ғой енді жаманнан жақсы, жақсыдан жаман туып тұр ғой бұл жерде, көрдіңіз ба? Ол кейбір семьяда болады бір алқаш тозып нетіп кеткен, ана баланы содан тудың деп айта алмайсыз. Ол бір керемет. Қарасаңыз, сол балалар психологқа барып өзін өзгерткен жоқ та? Ол өзгерткен адамдар. Ол өмірмен де күресе білді. Әке шешесінің өмірін қайталағысы келмеген. Ол өзі ішкі жан дүниесінен шығып отыр ғой, өзгерем деген сияқты. Мен мынандай нәрсе болмаймын, әкем сияқты алқаш болмыс, шешем сияқты андай алқаш, арақ ішкіш сияқты болмаймын деп өзі жан дүниесін. Адам өз-өзін емдей алады екен ғой онда. Емдейді ада. Бар психологтың. Егер ол сол кішкентай ғана бір өзінің санасы болып, мен осы психологқа барып, мен қандай да бір жолын көрсетсінші десе, әрине ол өзгереді. Ал енді біз құры босқа адам барып, мысалы, сен бұзық болып жүрсің ғой, мен сені өзгертейінші десе, ол еш уақытта өзгермейді ол адам. Қабылдамайды да. Ал адам өзі ішкі жан дүниесімен, мен бір мынандай бір қателігім болып тұрған сияқты, мен осындай бір кішкене өзгерісім келіп тұр, бірақ маған бір қолдау немесе бір жол көрсететін адам болса екен десе, психологқа бар сол кезде жүгінетін болса, ол әрине ол өзгереді, ол 100% өзгереді. Ермек, менің айтқым келгені жалпы осы тақырыпта адам өзін, адамды ешқашан өзгертпейді. Адамды егер де сол адам өзгеруге деген талпыныс болса өзгеріледі. Өзгерте алмайсыз. Міне бір себебі сіздерде тағы бір не бар? Мотивация береміз дейді бұл кісілер. Сен маған кел, мен мотивация беремін. 1 сағат қанша мотивация берудің?
Мысалы, мотивацияны қазақ халқына Мұхтар Шахановтан басқа ешкім берген жоқ. Мотивация ол жігерлендіру. Кім айтты ақ көйлек кірлемейді деп, кім айтты ешкім жүрген ағаш қайтадан гүлдемейді деп, Шахановтан басқа артық ешкім жігерлендіруді берген жоқ. Одан артық бізге мотивация керек жоқ. Көтеріп әне басыңды күніңді босқа өткізбедің деп тұрып бастады емес па ол кісі. Одан кете Мұқағалида айтты ғой, қайта тұрып қақың бар жүгіруге деп. Көрдіңіз ба, бізге мотивация не? Бәрі біздің өзімізде тұрған кең мына бүйтіп алып ортасында тұрмызда біз сөздің соны адамдар пайдаланмайды ғой. Енді соны сіздер пайдаланып соны менің айтып отыр. Жоқ, енді пайдаланбайды. Пайдаланса алады, өзгерсе. Ал сонда адам екіге ғана бөлініп тұр ғой. Сіз соны пайдаланбағаннан кейін сіздер соны пайдалану үшін солардың бәрін сіздер тілге тиек етіп, соны өздеріңізге қарата білу керексіздер ғой. Сіздер психологта не деп айтасыздар? Бізге келген кейіпкер болсын, адам болсын, эмоционалдық деңгейінің динамикасына қарау керек қой бұл кісілер. Сіз оны сөзбен баурап алу керексіз. Сіз оның мына психологиядағы терминдердің маған екі есе қажет жоқ. Сіз соны кіріп, динамикасын қандай екен, психологсыз ғой. Енді мойындап отырсыз ғой. Жоқ, мысалы, сіздер айтып отырсыздар да, бүйтем, мен ана нетем, оны бала кезден бастап үйту керекпін. Ұзаққа жібересіздер ғой, сіздер, не. Сіздер сөзбен жұмыс істеу керексіз. Сіз сонда Гаухар Тасқаным, Ермек мырзаның зиялы түріне қарап, мына жігіт қалай маған мотивация береді деп отырсыз ба? Иә. Сонда мотивация беретін психолог жұлынып тұру керек па? Жоқ, сіздің ойыңызша? Басқаша беру керек қой мотивацияны. Адам басқаша подход таңғалдырыңызшы. Мотивация енді сіздер мотивация берем деп айтасыздар ғой. Маған бір психолог айтқан, ойбай, маған мотивация бермеймін, нәрсе жоқ. Сағаты бәлен теңге деген. Сонда не істейсіз? Маған кресте шығасыз болып деді ғой, мотивацияны бергенде деді, сен тоқтай алмайсың. Ол мотивация кімге дейді? Маған мен әшейін өзіме бір қызық болсын деп бардым ғой. Сөйтсем айтады, психологқа бардыңыз. Маған келіңіз дейді, бір сағаты осындай, мен сізге өзін жарнамалап тұр. Мен сізге мотивация беріп жіберемін, сол мотивациядан кейін тоқтамайсыз деді ғой. Жоқ, мотивацияның күші бір ары кетсе 2-3 күнге ғана созылады, болды, ары қарай болмайды. Ол енді адамда ішкі мотивация деген тағы болады. Ішкі мотивация және сыртқы мотивация болады. Ішкі мотивацияңызды сіз оятпайынша, сыртқы мотивацияны сізге қанша рет берсе де, ол бәрібір сіз 3 күннен артыққа бара алмайсыз. Ал енді ішкі мотивация деген ол сіздің өмірге деген мақсатыңыз, өмірге деген арманыңыз, өмірге деген болашағыңыз. Міне осы нәрсені өзіңіз оята біліңіз. Содан кейін барып қана сіздің бәрімізде арман бар ғой. Бірақ енді сол арман бар деп елдерде диванда жатып алып менің ана арманым бар, мына арманым бар дейді ғой. Ал енді оны алға жылжи алмайды ғой енді ол. Енді оны алға жылжу үшін оған жолдарын ол білмейді мысалға. Білмегеннен кейін ол психологтың көмегіне жүгінеді. Мен мынандай арманым бар, мен бірақ қандай жолдармен жүрсем болады деген сияқты. Элементарный жаңағыдай тайм менеджмент, болмаса жаңа жоспар құру, болмаса жаңа мақсат қою деген сияқты. Енді одан ол жаңа қарап отырып сен мына нәрсеге мына нәрсені бүгін жаса, мына нәрсені ертең жаса, мынаны жаса деген сияқты бәрін раскладка ретінде қойып бергеннен кейін барып, сол бойынша жүретін болса, әрине ол барып нәтижесіне жетеді. Қазіргі жаңағыдай психологтардың, коучтардың пәленбай мыңдап долларларды алатын бәрі тек осы ғана. Енді адамдар өзінің бойында бар дүниесін, қасиетін қоя алмағаннан кейін барып сол біреудің көмегіне жүгінеді. Содан кейін барып ол нәтижесі. Жоқ, бір кем дүние бәрімізде бар да, мен за болатын. Бір кем дүние бар. Сол дүниенің бәрін толықтырып жіберемін дейтіндері жаман да міне. Иә, бір кем дүние, ол адам өзгермейсіз ғой, болды бір кем дүние. Психологтың алдына бар 100% өзінің құпиясын айтатын адам бар деп ойламаймын. Әрине бар. Ішінде бір тырнақ емес, 4 тырнақ тұрады деп ойлаймын. Бар. Адамның қаншалықты сен бүкіл ішін жан дүниеңді ақтарып қандай да бір мүмкін соның ішінде былай қарап отырсаңыз бір психологтың негізгі жұмысы былай қарап отырсаңыз бір қараңғы бөлмеде адам адасып жүр. Ал енді сол жерде жаңағы психолог сұрақтарын қою, өздерінің жаңағыдай методика жұмыстарын қарап, фонар жағып, саған мына нәрсе керек па, жоқ мына нәрсе керек па деген сияқты бөлменің ішіндегі әрбір нәрсені көрсетіп отырып, қана өзінің мына жолың, сенің есігің ана жерде деп, сен соған қарай шық деген сияқты. Соған ғана бағыт береді. Түсіндіңіз ба? Ал енді психолог отырып алып, оған жаңағыдай совет беріп, менің айтқанымды жаса, болмаса жаңағыдай сен тура осы нәрсені бүйт, сен нәрсені сөйт десе, ол дұрыс емес. Оған бағыт бағдар береді, көрсетеді. Міне мына жол бар, мына жол бар, мына жол бар. Ал енді таңдау сенің өзің еркіңде. Жауапкершілікті адамның өзінің бойына береді. Өте жақсы жүрсіз, иә? Одан кейін барып ақсыз бір мысалы осындай өзіңіз шын пейіліңізбен қараған адамыңыз болды ма? Міне, сен өз-өзіңмен күресе аласың. Сен өз-өзіңе не айтасың? Бәрі шықты. Жігерлендіріп. Жігерлендіріп болды. Әрине болды. Ондай адамдар қандай немен келеді, позициямен келеді мысалы? Онда адам жаңа айтып отырмын ғой, өзін жаңағыдай бізде оның балалық шағына қарамайсыз болды. Балалық шағына қарамай, жалпы кейде мынандай адамдар келуі мүмкін ғой. Аш-жалаңашпын, жағдайым жоқ, толып жатқан кредит, бәрі сотқа, отқа өтіп кетті, не істеймін? Асыл бөлейін ба? Басқа бір тетік тауып бересіз ба бір? Енді ол кезде саңылау ашыла ма сізге келсем? Тұйыққа тірелдім, мен тығырықтан шығаршы деп келсе не деп айтатын еді? Енді тура жаңағындай әңгіме ғой, бұл да жаңағындай сен өлімнен басқа да қандай жолдары бар?
кредиттің жабу жолдары, қаншалық сен жұмыс істейсің ба, жұмыс істесең табысың қанша уақыт жұмыс істейсің деген сияқты, немесе қандай да тағы бір басқа қосымша табысың бар деген сияқты. Түрлі ол жол, өйткені адам оны ойлай алмайды. Неге? Себебі өйткені оның басын бәрін әбден проблема дейміз, ол проблема қаптап кеткеннен кейін барып, ол тығырықта жолын таба алмағаннан кейін барып, жаңағы психологтың көмегіне жүгінеді. Әбден оның жаңағыдай басының бәрі анадан қалай құтылсам, мынадан не істесем деген сияқты жолын таба алмағаннан кейін осы психологтың көмегіне жүгінеді. Ол жерге барып саған ақылыңа ақыл қосып, ойыңа ой қосады. Мына жол бар, мынандай қалай ойлайсың, мына жерде мүмкін сенің табысың өсетін шығар. Қолыңнан не нәрсе келеді? Жасау пісіру келе ме? Мүмкін осы нәрсені жасап көр, мүмкін мына нәрсені істеп көр деген сияқты түрлі нәрселерді айтқаннан кейін, иә дұрыс айтасың, мен мына нәрсені жасай аламын, мен нағып ойламадым екен осы нәрсені деген сияқты ойына түседі. Мен осыны баяғыдан бері ойлап жүрген, негізі что-то осыны негізге алмады екен деген сияқты. Сенімсіз болып жүрген. Соны барып арғы іске асырған кезде барып нәтижесін көріп, арғы өлімнен басқа да жол бар екен ғой деген сияқты өзінің жолын тауып кетеді. Демек адам екі-ақ сортқа бөлінейін деп тұрған. Біреусі жаңағы бір бітіп қалған отбасынан шыққан екі ұл дедіге, біреусі бұзақы болып кетті да, біреу өз-өзін жинап, көтеріп алды да, күшті азамат болып қоғамға кіріп кетті. Демек оған психолог көмектескен жоқ, ол өз-өзін алып шықты. Ішіндегі жалыны, ішіндегі намысы, мен аналардай болмаймын, мен басқа болам дейді. Екінші бала тура әке-шешесінің қалыбы болды. Ал енді қалған бөлігі осы психологтардың жолына. Қаласаңыз да, қаламасаңыз да, келешекте әрбір отбасында жеке психологтар болады. Ол соған уже ақырындап келе жатыр. Ойбай, Құдай сақтасын, әлгі өз ақылыма ақсақыл мысалға не үшін маған тек психологияның керек емес. Не үшін мына мысалы осы бар ғой, керек емес деген сөзді айтпау керек. Мысалы бір нәрсені айтайын. Керек емес дегенге керек болып қалуы мүмкін да. Бір нәрсені айтайын, қазір кішкене 1 минут сөзіңізді бөлдім. Енді бізде жай қазақ қоғамы, біздің қазақ қандай, біздің қазақ мынандай дегенге біз мақтанғанға көпіргенге бір пәлендейміз да. Іске келген кезде төмен түсіп қаламыз. Мысалға элементарный нәрсе қарайық, енді күнделікті осы жұмысым осы психологияға, отбасыларға байланысты болғаннан кейін ерлі-зайыптылардың, мысалға айтайықшы, ерлі-зайыптылардың екі бөлікке ажырасқан кезде шешесінің әкесі мен баласын араластырмауы дұрыс деп санайсыздар ма мысалға? Дұрыс емес, әрине. Ал енді неге? Себебі осының салдарынан баланың психологиясы бұзылуы, келешекте баланың агрессияға, болмаса баланың қандай да бір ынжық болып өсуіне, болмаса бір қандай жаңағы қыздық кейіпке жақын болу деген сияқты, ол әкенің тәрбиесін көрмеген, ол бәрі разница үлкен жер мен көктей болады. Ал егер неге біз батыс девасыз, батыстан бір пәленде бір жаман нәрсе көрген жоқпыз, ол жақтан енді әкесі мен шешесі ажырасқан жағдайда бала ол мен әкем мен шешем ажырасты деп қабылдамайды, ол әкесіне де керек кезде шешесіне де баруға тең құқылы болып саналады. Және олар да сондай нәрсені балам ертең әкесіз өспесін деген принциппен ұстанады. Ал енді бізге қараған кезде шешесі болды, сен әкең жаман адам, сен әкеңмен көріспеймін, сенімен болды, осымен біздің арамыз үзілді, сені араластырмаймыз, әкесі хабарласты, сен балаң жоқ, сен звондама, маған хабарласпа дейді. Әрине әке назданады да, одан кейін барып налиды да екінші. Тек деген нәрсе міне. Тек деген нәрсе үлкен рөл ойнайды. Бала тегіне тартса, бөліп жарып ол шешесінің жібермегеніне қарамай шыққан тегін іздеп баяғыда атылып шығып іздеп тауып, ол тек жібермейді, қан жібермейді, ол бәрібір сондай тәрбиелі не болып алады ол. Ал енді тегінде ынжық не болып, ол солар шешесінің етегінің астында барған, мам деп, мен бір өткенде 25 жастағы баланы көрдім, жесір әйелдің баласы екен, жұмысқа тұрғызыпты, нетіпті. Біз бір 15 минут сөйлескенше 15 рет звондаған шығар ана бала. Ма, нәскиім қайда, ма, тамақ дайындап қойдың ба деген секілді. Көрдіңіз ба? Оның яғни тегінде де сондай бір ынжықтық бір не бар. Ана тәрбиелеген мамасы да, ал енді тәрбиелеген мамасы да аузына тосып, мәсен жей ғой, ол 25 жасқа келді, ол өзгереді деп мен айта алмаймын. Мен оны көзім көрді, құлағым естіді, 25 жастағы жігітті. Ешқашанда оны сіз де өзгерте алмайсыз, мен де өзгерте алмаймын. Ол бала өзгереді, біткен сүйекпен кетті деген осы болады. Ол адам талпынса өзгереді. Егер ол өзінің іште мен осындай бір қателігім бар деп мойындап, онда да сіз көбісі өзіне жүктеп отыр ғой. Өзіне жүктеп. Әрине, өзіне жүктейді. Жауапкершілік психолог қалмайды еш уақытта. Психолог жауапкершілік адамның өмірі ғой. Психологиялық адам сіздер сөйтіп адамды өзгертпейсіз, адамның өзіне түйтігіне байланысты деп мен бағана бір айтып отқаным осы ғой сіздер. Адамның түйтігін оятатын кім? Әрине психолог.
адамның түйсігін сол оянып келіп оны ары қарай жол көрсететін жоқ, кім? сіз барып өйтіп оята алмайсыз сіз оны. Жоқ, барып өзгермейтін адамды өзгермейді ол. Егер мен қатем бар, мен өзім мойындап, бірақ жолын білмей жатырмын, маған көрсетеді десе, келген кезде саусақтың жолын көрсет десе, психологқа барса, ол өзгеруге. Мынау мені өзгертеді деп мына саусақты ешқашан шығармау керек. Мынау мені өзгертеді, мынау кінәлі деп. Бірінші біз мына саусақ әрқайсысын әкем айтатын өзіңе қарап тұрады деп. Міне бәрі өзіңе байланысты ғой. Бәрі сіздерге байланысты ештеңе жоқ. Айтып тұрмын ғой, сіздер кері қағар, балалық шақтан бастайсыздар. Мынандай индустрия болып кетті ғой. Болып кетті ғой сол. Біріне бірі не беріп айтып тұрмын ғой, жаңа өздеріне біріне бірі мотивация береді. Бәрі осы содан кейін отырады, бір ақыл аздау келіншек, ақшасы көптеу отырады. Маған психологқа бару керек дейді, ол барып береді. Сол психологқа барып келген адамнан бір зиянын көрген жоқпын. 4-5 ой, мен зиянын көрдім деп айтамын, бірақ кері қазіргі қоғамға кері нелеріңіз көп сіздердің. Нақты қай жерден керін айтады. Біраз құрбыларымның несіне кабинеттеріне барып көргем. Әдемі диван, күшті музыка, кофе, чай, диванда жатасың, бүкіл өмір тарихыңды айтасың. Тек тыңдайды сен. Ол не сұмдық енді бүкіл мен бәрін айттыңыз, не берді? Ол да бір керек нәрсе болып тұр ғой енді сол. Ол мен сіз ақтарылмайсыз ғой. Біз секілді пәле қатындар ақтармаймыз біз. Пәленің бәрі ішімізде. Ақымақ әйелдер барып ақтарылады, ақша береді оларға. Жоқ, соны айттым. Жоқ, ақымақ деп айта алмаймыз, өйтуге болмайды. Негізінде адам айтып отырмын ғой, өз жан дүниесін түсініп, ары қарай жол табуына. Енді ақылы көп болса, өзінің өмірді өзі басқарып кетпей ме? Гауһартас секілді, мен секілді. Елдің бәрі бірдей емес қой. Көрдіңіз ба? Сондықтан да біз екеуміз қоғам белсендісі болып. Сондықтан адамның өзіне өзің сенбесең, сол. Сонымен сіздің тоқетер сөзіңіз? Тоқетер сөзім мен жалпы осыны. Адам адамды өзгерте алмайды. Адамды өзгерте алмайды. Тек өз-өзін өзгертеді адам. Өзіне өзі. Адамның тағдыры да өз қолында, өмірі де өз қолында. Өзің жазасың. 50% мен өзім сенімім 50% менің маңдайыма жазылmış Алланың жазғаны, 50% менің өзім қолымда. Себебі мен өмірімді өзім өзгерткен адам, мен біреу психологқа барған емеспін. Мен журналистика саласын оқып жүріп, мен өмірде үлкен соққы алып, мен ағам қайтыс болды 40 жаста. Ол кісіні көміп, ол кісіні қайтадан қазып алды, көз алдымда көрсетті. Мысалы, маған көрсетпеген бәлесі қалған жоқ. Мен стрессті де алдым, немді де алдым, мен бар бойым стресс алдым. Мен соның бәрінен өзім қайрадым. Мен Мұхтар Шахановтың жаңа жігерлендіру деген несін, мен өзім болмайды. Адам өмірге келгеннен кейін бір құлау, бір сүріну, бір не көру, міндет кез келген адамның басында бар. Ал соған енді мен мойын сұнып кетсем, онда сол кеткен еді. Мен тәуекелдің қайығына міндім. Өттім де кеттім. Қайғының мінсем, рухы мықты әйелдерге жатасың. Қайғына мінсем, қара су ғой, матасыңда кетесің, тәуекелдікі не өтесің дегенсің, иә? Сондықтан мен өттім де кеттім. Содан кейін мен өмірімді мүлде өзгерткім келді. Мен бүкіл саланың бәрін тастаймын. Домбыра шерті музыка негласын оқығам, оны да тастадым. Ақ халатты кидім де мен медицина саласын оқып кеттім. 40 жасымда мен диплом алдым. Мен өмірімді өзгерттім. Мен 4 психологтың көмегінсіз. 4 жыл очина оқыдым. Аяғымда тесік өгей болды. Мен сонымен колледжге барып келдім. Мен 40-тамын. Менің класстасымның балаларымен бірге оқыдым мен колледжде. Ойлаңыз, өзімнің балаларымен бірге. Қандай мультфильм. Алдыңызға мақсат қойдыңыз да? Маған ешқандай психолог керек жоқ болды, иә. Адам баласымын, шығатымын. Ой, бір кішкене жоқтың қорлығына деп жылап алады. Мен оны психологқа барып, ойбай, мен бүгін колледжден шығып аяғымнан су өтіп деп жылап отырсам, оны жарыспайды. Енді елдің бәрі бүкіл өмірімді айтып, емес қой енді ол. Көрдіңіз. Елдің барлығына бірдей күш қайратты ене бермеймін. Жоқ, енді сон адам көрдің ба, адам өзіне өзі мықты бол, өзіңді өзің. Онда сіз бар ғой, Гауһартас ханым, мотиватор болып сізде ақша тауып кетуге болады. Жоқ, сол ана психологқа мен күлкім келгенде жүріңіз дейді. Өмір тарихыңызды бәрін өсіп жылай еңіреп айтып, міне қорытындысы осы болды десеңіз, міне сіз де керемет ақша табады екенсіз ғой, мотиватор ғой. Дайын мотиватор. Бір сағат дейді, менен келіп мотивация алып кетсеңіз, сіз бір айға айбат болды. Сен мотивация менен ал дедің. Не қыламын мен сенің мотивация? Тамаша. Мотивация. Сенде неменемнің мотивациясы, ана гректің кітабын оқып, ана тілден аударғанда, мына тілден аударғанда терминдерін теріп. Сондай. Сондықтан енді әр адамның өзі мойындап отырсыздар. Қайратты әйел ғой. Енді әр адамның несі солай ғой. Енді әр адамның өзінің сенетін несі болады, иә. Мен өзім жалпы мойындамаймын. Психология, психологты, коучты, сексопатологты. Сен ренжіме бауырым.
мойындамаймын. Жоқ, оған реніш әрине. Сексапатологты да мойындамаймын. Не сұмдық екі бұттың ортасына отырып алып, сіз бүгін сөйтіп жатпаған. Ғылым ғой. Болмайды, ондай ғылым болмаған. Ол деген уже бет ашылып кеткен, әлгі несі, әбден аспақтың аздырып, тоқпақтың тоздыратын әйелдерге берілетін кеңес қой ол. Етек жеңін жинап. Оларға не керек, олар бәрін біледі ғой. Олар деген басқа, кейінгі жастарды бұзып жатқанда солар ғой. Мысалы, қарап тұрсаңыздар. Коуч деген не? Сіздер бәріңіз жиналыңыздар, сен екі-үшеуің бірігіп маған ақша лақтырып жібердіңдер, менің артымда жүре бересіздер, мен сіздерге керемет демеу беріп жіберем, анаған не етіп жіберем. Жастар не дейді қазір? Әрең тұрған жастар, керемет, мынаның артында келіп кетсек, біз байып кетеміз. Еңбек етуді ойламайды, жеңіл ақшамен ойлап жатыр да. Біз соған қарай. Мүмкін сіз сондай бір коучтарға таппаған шығарсыз, енді басқа коучтар енді. Ой, мен неше түрлі курстың бәріне барып көрдім. Мен бәрін салыстырып, соның қорытындысын алып журналист ретінде зерттеген ғой. Әдейі барып зерттелемін мен. Кейбір жерге әдейі кіремін мен, басқаша киініп алып, жаңағы жаман біреу киіп ойламайды мен ешкімге деп. Бояусыз ештеңкесі әдейі кіріп отырып. Бәрі танып көшеде. Мен өзі танымайтындай, мен көбіне нелерге шықпайтын, танымайтындай көп жерлерге барамын. Медицина саласында тексеріп, ине салатын, хиджама жасайтындар жерлерге де барамын мен. Қай жері дұрыс деп жатыр екен, қай жері бұрыс деп жатыр екен деген секілді. Ол өзі келе жатқан кезде бәрі қашатын бұл жекеменің есігін жауып. Иә. Гауһартас деген қоғам белсендісі келе жатыр. Бәрін біліп қояды, зерттеп қояды деп. Жоқ, сондықтан сол енді әркімнің өзінің несіне ғой, ол да енді өз жалпына. Демек, сіздің ойыңызша сіз енді психолог мырза. Елмекке айтарым, әпкелік нем, тілегім. Енді ыңғайы келсе әлі жассың ғой, басқа бір маманды егер тепсе темір үзесің, еркек деген атың бар, затың алайық. Басқа бір маманның иесі болсаң тек мен қуана қолыңды ұстап мен тек өзің. Енді құрылысқа бармайды, бұл ақсаусақ қой. Құрылыс ештеңкеге бар деп жатқан жоқпын. Мынандай психолог болғанша бар ғой, мектепте қазақ тілі әдебиетінен сабақ берсең бар ғой, қолыңды алып те қолыңды. Ең басты соған әдемі келеді ғой. Мұғалімге қазақ тілі әдебиеті. Психологқа да жақсы келетін сияқты деп айтамын. Жоқ. Сонымен әпкеңіздің қоғам белсендісі белгілі мұғалімі болсын, өте керемет болады. Гауһар ханымның жоқ, оны қабылдай алмайды екен. Кез келген адам ол психолог бола бермейді. Психологтың өзі бір адам ыңғайы, деңгейі, өзінің білімі, сол нәрсені оқығаннан кейін, сол нәрсені салада жүргеннен кейін, осы нәрседе, осы салада қоғамда адамдарға бір қандай да бір пайдасы тиіп жатса, әрине бұдан қалай мен бас тартып бір Гауһартас апайымыз айтты екен деп өзімді өзгертпеймін. Мектепке барып 170 алғанша сағатына 10 мың алып отқан жақсы ғой, менің миын ашып десек. Дұрыс айтады. Сондықтан да мінекей көрдіңіз бе? Ана директор бүйтіп айтып дегенше одан да отырып елдің миын миғып маған шарықтап шай. Өзіне ыңғайлы. Дұрыс қой. Әрине. Өзіне өте ыңғайлы. Соныменен адамдар өзін өзгерте ала ма, бір-бірін өзгерте ала ма деген сұрағымызды әдемі етіп талқылады. Қоғам белсендісі Гауһар ханым әрине айтады, қайратты ханым ретінде мен қандай қиындық болса да өзімді өзім өзгерттім, өзімді өзім алға сүйредім дейді, және өзімді өзім алға сүйредім деген әпкесін белгілі психолог Нұрымов Ермек мырза да қолдап отыр. Және әпкесінің ақылы мұғалім болып өзгер деген жоқ, өзгермеймін дейді. Сондықтан да ішкі дүниеміз өзгермесін, ішкі байлығымыз, руханияттағы әдемі дүниелеріміз ешқашан өзгермесін. Сіздермен болған Хит ТВ телеарнасы отбасы құпиясы бағдарламасы журналист Меруерт Әйтенова және қадірлі қонақтарымыз психолог Ермек мырза және қоғам белсендісі Гауһартас ханым. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі бағдарламамызда аман есен жолыққанша сау сәлеметте болайық.